Баршаңызға сәлем. Бүгін сіздермен сосиска в тесте рецептімен бөлісетін боламын. Балдарымыздың сүйіп жейтін тағамы тіске басар дайындайтын боламыз. Құрамына қажетті тағамдарды осы жерден немесе төменде сипаттамадан толықтай көріп кетуіңізге болады. Бұл қамырдың мөлшерінен шамамен 12-15 дана сосиска в тесте дайындауға болады. Бұл сіздің сосискаңыздың өлшеміне байланысты. Менде сардельки болатын, сондықтан мен 8 дана сосиска в тесте дайындаған болатынмын. Алдымен ыдысымызға бөлме температурасындағы сүтті немесе суды құятын боламыз. Оның үстінен құрғақ дрожжимызды саламыз. Келесі қантымызды қосамыз. Содан соң ұнымыздың мөлшерінен бір ас қасық ұн алып салатын боламыз. Оны жақсылап араластырамыз. Келесі сұйық майымызды қосамыз. Араластырып болғаннан соң бетін жауып 15 минутқа жылы жерге қоямыз. Он 15 минут өтті. Мінеки қандай керемет болып аштықымыз көтерілді. Келесі аштықымыздың үстінен ұнды електен өткізіп қосатын боламыз. Және ұнның үстіне тұзды қосуға ұмытпаңыздар. Алдымен қасықпен араластырып аламыз. Ұнымыз бір-біріне біріккеннен соң қолмен илейтін боламыз. Алдымен илейтін жерімізге кішкене ұн сеуіп аламыз. Көріп тұрғандарыңыздай қамырымыз жұп-жұмсақ, қолымызға жабыспайды. Осылай қамырымызды 1-2 минуттай илеп аламыз. Содан соң ыдысымызды алып, оның ішіне кішкене сұйық май құйып жағып шығамыз. Содан соң қамырымызды ішіне салып, бетін жауып, жылы жерге сағат жарымдай уақытқа қоя тұрамыз. Қамырымыз 2 есе көтерілу қажет. Қамырымыз демалып жатқанда сосискаларымызды алып қабықтарынан тазалай береміз. Менде сосиска емес, сарделька болатын. Сарделькінің көлемі 2 есе үлкен. Сондықтан менің сосиска в тестем үлкен болып пісті. 8 дана пісірген болатынмын. Менің кеңесім әрине сосиска алған жөн, себебі көп дана шығады. Осы қамырдың мөлшерінен орташа 12-15 дана шығуы қажет. Сосисканы мен алдын ала пісіріп алмаймын. Сол себепті сосискалар немесе сарделькалар пеште піскен кезде кішкене өлшемі өседі, содан соң басылады. Сондықтан сосиска в тестелардың іші кішкене бостау болады. Соны ескерген жөн. 1,5 сағат уақытымыз өтті. Көріп тұрғандарыңыздай қамырымыз керемет болып, жұп-жұмсақ болып, 2 есе көтерілді. Қамырымыз ыдысымызға май жаққандықтан ыдыстан оңай түсті. Ендігі кезекте илегенде ұнның қажеті де болмайды. Қамырымызды дөңгелекше қылып илеп алып, қақ ортасынан 2-ге бөлеміз. Бірінші бөлшегін бетін жауып қоя тұрамыз. Екіншісін ұзынша қылдырып илейтін боламыз. Ендігі кезекте ұзынша қамырды тағы да 4 бөлікке бөлеміз. Және осы 4 бөлікті дөңгелектеп илеп, бетін жауып қоямыз. Бұл 4 дөңгелекше қамырдың бір бөлігінен жасалған болатын. Енді келесі кезекте екінші бөлігінде осындай бірдей 4 дөңгелекше қамырға бөлетін боламыз. Түсінбей жатсаңыздар, шатасып кетіп жатсаңыздар, кешірім өтінемін. Өзім осылай түсінікті қылдырып бәрін айтқанды жақсы көремін. Жалпы қатып қалған мөлшер жоқ, сондықтан сосискаңыздың қанша дана екендігіне қарап, бірдей көлемде дөңгелекше қамырлар дайындауыңыз қажет.
Келесі қамырларымызды осылай бір-бірден алып, жұқа етіп ұзартатын боламыз. Әрине, полоска ретінде кесіп жасауымызға да болады, бірақ менің ойымша осылай дөңгелекше қылып ұзартсақ, әдемі пішін беріп тұратын секілді болып көрінеді. Бұл жерде менің қалай орап жатқаным кішкене көрінбей қалыпты, бірақ оп-оңай осылай орап шығасыз. Бір шетінен екінші шетіне дейін жетсе болды. Менің айтып жатқан әдемі пішін дегеніміз міне осындай, тап осындай әдемі болып тұрғанын мен өзім қаладым. Бірақ сіздер өздеріңіз қалай ыңғайлы полоска қылдырып кесіп орысаңыз да болады, немесе мен көрсеткендей ұзынша қылдырып қолмен ұзартуыңызға болады. Барлығын жасап болғаннан соң бетін жауып тағы да бір жарты сағатқа қоя тұрамыз. Менің бұл жерде қателігім жарты сағаттан көбірек 2 сағаттай тұрып қалды, сондықтан қамырым өте қатты көтеріліп кеткен болатын. Менің қателігімді қайталамаңыздар. Ең соңында бір жұмыртқаны жарып, үстінен бір шай қасық сүт құйып, араластырып, бетіне жағып шығамыз. Әдемілік үшін кунжут себуіңізге болады. Қызып тұрған духовкада 180 градуста 25 минуттай беті қызарғанша пісіріп аламыз. Мінекей осындай дәмді тіске басарларымыз дайын болды. Жақындарыңызды осындай дәмді тағамдармен қуанта беріңіздер. Менің парақшама міндетті түрде тіркеліп, лайк басып, комментарий жаза кетіңіздер. Парақшамнан өте қызықты видеолар көре аласыздар. Астарыңыз дәмді болсын. Сау болыңыздар.